Армысыздар көрермен. Жасыл Айдаһардың апанына қош келіп қалдыңыздар. Қарап тұрсам, қазақ тілде BMW-ның М нұсқасына ешкім шолу жасамаған. Сондықтан сіздер көрсінші деп мына бір жыртқышты небәрі 50 миллионға сатып ала салдым. Сондықтан бұл эксклюзивті шығарылым. Сіздермен Қаз-Колеса KZ арнасы бұл BMW M4 Competition. Қарсы алыңыз. Міне нағыз эмоция, міне нағыз адреналин. Қай-қайдағы чаңғаңмен келіп мақтанасың. Ашуына тер болсаң 600 жылға дейінгінің любойын айырып тастайды. Себебі бұл BMW. BMW-ның ойынында екінші болу деген ұғым жоқ. Қарқынды мотор бар, қорқынышты дизайн бар, карбонды шатыр бар, бас кетіретін сексуалды дыбыс бар. Сен кімсің? Дыр айғыр ашуыңды бас. М4-ке отырмас бұрын психологиялық тұрғыда дайын болу қажет. Бір аптайды емдеп ішіме кубиктер пайда бола бастағанын жасырмаймын. Рөлі неткен өткір бапталған нағыз жеңіл атлетикалық спортсмен секілді ғой. Бұл әзірге мен айдап көрген ең жылдам көлік. Төртінші сериялы G82 шанақтағы BMW-ның таныстырылғанына 4 жылдың көлемі болыпты. Алғашында шошқаның тұмсығындай дәу радиатор торын көбісі жақтырмады. Мен де жақтамаған болар едім, егерде мемлекеттік тіркеу нөмірі дәл мынау ортаға қойылғанда. Заманың түлкі болса таз боп шал демей ме? Бұның шешімін таптым. Квадратты нөмір тапсырыс бердімде сәл шетке орналастырып едім, қатып кетті. М4-тің GT3 деп аталатын трек жарыстарына арналған нұсқасы бар. BMW, Porsche 911, AMG GT секілді бәсекелестерге қарсылас шығарып, бұл майданда жақсы уақыттарды көрсетуді көздеді. Мынау үлкен тұмсық сол үшін суыту системасы жарыс кезінде өте маңызды. М4 үлкен тұмсықтарының арқасында еркін тыныстайды. BMW деген не өзі? BMW бұл бақыт, BMW бұл күш-қуат пен харизма, BMW бұл стиль, BMW бөлек әлем. Көлігіңнің артқы көрініс айнасында мынандай көкшіл фарасы бар BMW-ны байқасаң абайлап алам. Оптикасы тырс етіп сына қалса, бір данасының құны 2,5 миллион теңге тұрады. Не құдіреті барын сол күйі түсіне алмай-ақ қойдым. Сондықтан бұндай көлікті мінбес бұрын міндетті түрде каска арқылы сақтандырып алу қажет. Ал мен бұл істі Евразия сақтандыру компаниясына сеніп тапсырдым. Көтені менікіндей майлы, жарық диодты оптика, карбон шатырмен келген ауа ағымы мына спойлермен тартылыс күшін тудырады. Қараланған қырлы диффузор, төртеулік мұржа, сұлулығында сөз жоқ. Міне мынау 50 миллион теңге тұратын көліктің кілті. Мерседестегі жігіттер үйреніп алыңдар. Сенсорлы дисплейдің арқасында көлік жайлы ақпараттарды білуге болады. Тегін емес әрине, қосалқы ақшаға. Ол ма? Егерде мынау басты кілтті жоғалтып немесе бір жерде ұмытып кететін болсаңыз, мынау қолыңыздағы қарапайым смартфонның көмегімен көлікті ашып немесе құлттауға болады. Бұл ең майлы комплектация MX Drive ұсынған толық жетек. Бұзақылық жасап, шоу көрсетуді қаласаң, алдын мәжбүрлі сөндіруге болады. Трансмиссия 8 сатылы Drive Logic системасын қолдайтын классикалық автомат. Бұл система қораптың адым алмастыру жылдамдығын реттейді. Негізгі 3 деңгейі бар. Қаласаң азаматтық көліктердікіндей баяу, орташа немесе найзағайдай жылдам. Көліктің бүйірінен M4 Competition деп жазылған айра желбезектерді байқауға болады. Пайдалы қызмет атқарады ма десем, жай көз бояушылық екен. Дискілерінің диаметрі екі түрлі. Алды R19, арты R20. Көліктің балансын максималда сақтап, жолмен ілінісуін күшейткен. Тежеуіші карбон керамика. Бағасын салыстырмалы түрде айтар болсам,
Жақсы жиынтықтағы Camry 50 мен бірдей 7-8 миллион теңге тұрады. Ойлаңыздаршы, қасиетіне де десеңіздер, қарапайым темір тежеуішке қарағанда 6-7 есе ұзақ қызмет етеді. Қарапайым тежеуішті бір қыздырып алсаң, екінші тоқтауы қиын. Ал карбон керамика керісінше жоғары градуста жақсы жұмыс істейді. Бізде Drági деген керемет құрылғы бар. BMW уәде еткен 3,5 секундты жүріп бере алады ма? Қазір тексеріп көреміз. Drági'ді қостым, мотор Sport Plus, трансмиссия Sport Plus. M1 настройкасының барлығын жасап қойғам. Ал, мен дайымын, мәкесі ше? Иә. Кеттік. 1, 2, 3. Кәне Drági 3-67 көрсетіп тұр. Почти завод. Ішінде 200 килодан адам отыр. Менімше жақсы көрсеткіш. Міне нағыз немістің жүрегі Twin Power Turbo. Қарапайым 440-та B58 мотор қойылса, бұның мотор индексі S58. BMW M4 Compete 510 жылқы 650 ньютон момент береді, 3.0 турбо. Жапонның 2GZ GTE-сі секілді қанша жылқыға қуаттасаңда шыдас беретін мықты мотор. М-ға ақша шетпегендер B58 қойылған 440-та алып, жеңіл стейджбен ақ жылқы күшін 500-дің үстіне шығарып алып, біраздің сазайын береді. Мынау 3 литрлі S58 М линейкасындағы біраз модельдерге қойылды. М2, М3, тіпті X3, X4 кроссоверлеріне де орнатылған. Немістер ғұмырлары бойы жиып келген технологияның барлығын дәл осы моторға тықты. М4-ке отырғанда мен басқа кеңістікке тап болғанымды түсіндім. Қуатты мотор алдыңда рөлмен жалғыз қалғанда ақылыңмен жұмыс істесең, М қателікті кешірмейді. Мұның асаулығын бағындыра алсаң ғана, фантазияң мен арманыңды мүлт етпей орындауға дайын. Маған ұнамаған кем-кетіктерін айта кетейін. Купе шанақ болғандықтан қасыңа біреу тақап кетсе, есігін ашу қиынға соғады. Содан соң, мынау етектердің кесірінен көліктің ішіне кірген шыққан кезде әрдайым балағың былғанады. Отқаннан кейін қауіпсіздік белдігін тағу үшін біраз еңбектену қажет. Мына қуыстан тартып шығарудың өзі азап қой. Есесіне ожау тәрізді орындығына ыңғайлы жайғасасың. Посмотри, Mercedes. Это в каком году такой зверёга делали? Любой новый иномарка в рот. Салонтысы қызғылт сары мерино былғарысымен орындалған. Байқасаңыздар, орталық консоль, рөлдің беті тіпті панельде де нағыз карбон кездеседі. Монитордың ішінде түрлі баптаулар мен пәрмендер, адаптивті аспанның қатаңдығы, меңгеріктің өткірлігін, дифференциалдың белсенділігін комфорт немесе спортқа қоюға болады. Менің таң қалғаным дрифт системасының анализаторы бар. Мысалға, көлік максималды артқы дөңгелекті шығындағанын қаласаң, 0-ге қоясың. Ал күні кеше көлікті сатып алған байдың балдарына 7-8 дәрежеге қойып, дрифт градусын шектеуге болады. Рөлдегі М1 және де М2 ыстық батырмалары арқылы көліктің жүрісін жылдам баптауға болады. Мысалға, менікінде М1-ге нағыз асау баптаулар енгізілген. Бетін 2 рет бассаң, көлік нағыз қалалық спорткарға айналады. Ал М2 керісінше дрифт модты жүйеге енгізеді. Бүкіл қауіпсіздік системасы сөніп, алдыңғы жетек ажырап, система артқы дөңгелекті өртеуге рұқсат береді. Мынау секілді. Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. Top-notch hoes, get the most, not the lizard. Straight terror, product of your errors. Pushing culture, baby, got that product you can measure. Trendsetter, the one who get the weather. Swerving while I'm bumping Project Patcher. Yeah, rolling through this. Әфу! Мінеке, әні міне дегенше 200 мыңның дөңгелектерінің күлі көкке ұшты. Айтпақшы, өздеріңізге дөңгелек іздесеңіз, колеса қосымшасын жүктеңіз. Ол жерде кез келген өлшемдегі дөңгелектерді табуға болады. Жүктеңіз, пайдаланыңыз. Бұрын Lexus немесе Mercedes мінген адамдар басқа көлікке отыра алатын шығар, бірақ BMW-ның қожайынының келесі таңдауы айқын. Жаңарақ BMW сатып алу. Мынаған қалай 50 миллионды қиюға болады деп ойлайтын ем. Қазіргі айдаған ләззатыммен алған адреналиным 50 емес 80 миллионға тең.
М5-ті күнделікті көлік ретінде айдауға болатын шығар, бірақ М4 нағыз демалыстың көлігі. Жұмыстан кешкісін шаршап келіп қалаға М4-іңді айдап шығып, Мерседестердің сазайын бергеннен артық не психолог керек? Бұл сезімді сезіну барлығыңызға бұйырсын. Жігіттер, өмірлеріңнің соңына дейін осындай қуатты көлік міну арман болып қалып кетпесін. Каспийде жатқан ақша ол біздікі емес. Жаратыңыздар, рахаттаныңыздар, көріңіздер. Бүгінгі шолу осындай. Сіздермен болған мен Нұрик Жеңіс, Қаз Колеса KZ арнасы. Сау саламатта болайық.